Видеоның соңында спортсмендерге қандай форма бергенін көрсетем. Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін біз міне жарысқа келдік. Және де осындай спорт түрі бар екенін білдіңіздер ме? Міне бұл спорттық жүріс деп аталады. Спортивный ходьба. Ана Шымкенттен қазір озады ғой. Достар, қараңыздар, міне бұл жерде қанша қазір 3 участник. Анау уже жақындап отыр ғой. Қазір осып кетеді. Ал ар жақта біздің лидер келе жатыр. Қазір қаяқта ғой? Виражда вот. Біздің папамыз мына жерде қатысады. Міне мына жерде тренер. Жеңген адам олимпиадаға барады. Значит, это наш папа, он идет. Міне бұл спорттық жүріс, спортивный ходьба. Жеңіл атлетикадағы спорт түрі. Шаршамаңыз. Міне стадионға обзор жасаймыз ба? Өте күшті. Достар, бізде финиш. Финиш, давай. Молодец, Акитай. Финиш! Сіздерге стадионның үсті қызық ба? Қараңыздар, мына жерде бізде осындай ар жақта запасной поле, мына жерде футбол несі. Полясы, ал мынау біздің орталық Алматыдағы стадион, және де спортсмендерге осындай там соқтар бесплатно ар жақтан бәрі тұр. Төменде осындай беріледі, барып алсаңыздар болады. Әрине тек жарысқа не істейтіндер, осы жердегілер ала береді. Мынау Айша, міне мен осындай лукпен күшті мына жерге фотоға түстік. Осы жерде жеңіл атлетикадан жарыстар, жаттығулар өтеді. Жеңіл атлетикаға қызықсаңыздар, келсеңіздер болады. Стадион өте күшті, Міне осындай керемет Алматымыз қандай күшті. Ар жақта сосын Көктөбе көрінеді. Білмейміздерге мына жерде көріне ма? Міне там колесо обозрения. Осылай. Мына жерде бізде Сәтбаев, Қаныш Сәтбаев атындағы зерттеу университеті. Осылай. Мына жерде прыжки длина болып жатыр. Қазір жақта жүгіреді. Сол кезде сіздерге түсірем. Достар, міне қараңыздар. Дұрыс секірмен қызыл не көрсетті? Ту. Осылай. Міне түрлі жарыстар болып жатыр. Вот. Вау. Осылай, кеттік енді басқа спорттың көруге. Мына жерде 400 метр қашықтыққа жүгіру. Міне кім бірінші финишқа келеді екен. Міне қазір жақта тағы келе жатыр. Вот. Мына жерде секіріп жатыр. Және де жаңбыр жауып кетті. Достар, міне бірақ ол быстрее ғой. Міне жерде қазір 400 метр ғой деймін, жүгіреді. Ане барлығы. Осылай. Міне барлығы отыр. Ол жүгіреді енді. 4 қыз. Қазір кім бірінші келеді екен? Қазір финишқа келген жерін түсіріп аламыз аржақтан. Достар, өлең енді. Міне. Шаршап қалды финишті. Финиш! Финишті. Не үшін жеңілді? Достар, міне биіктікке секіру. Молодец. Все. Гүлің болып егілемін, жараң болып төгілемін менің, туған жерім менің, Қазақстаным. Айша айтар, ал жақта билеп жатыр, бишілер. Если хотите, көрініп жатыр ма? Бітті. Молодцы. Біз именно түсіріп жатқан кезде бітем. Ладно. Осылай. Мен түрімді көрсетейін, достарики. Осындай кепкамен. Вот так вот. Айша недовольная. Хоть деньги.
Және де менің сестренкам осы жеңіл атлетикамен айналысады. Тоже призер, оған осындай форма беріп жүр. Алматы деген, міне ашып көрейік. Осындай ішінде футболка. МК размер ішінде, бірақ артында Алматы деген жазу түсін ашып көрейік. Мына жерде тағы не бар екен бізде. Мынау пакетик зачем нам де? Тут еще вроде бы спортивка и штаны. Вот смотрите, какая спортивка. Вау! Прям артында еще Алматы деп тұрады. Қараңыздар, қандай күшті, ё-майё. Мұндай форманы мен де киюді арман болған. Енді бірақ мен дзюдомен айналысқаннан кейін. Осындай әдемі форма. Ой. Короче, вот на шетте футболка, а здесь штаны. Кажется, тумен. Осындай күшті форма беріп. Мына жерде спортсмендердің бәрі қайтып жатыр. Награждениеден кейін осылай. Достар, сосын ары қарай мен зарядкам өшіп қалғандықтан осылай видео аяқталуға мәжбүр болды. Достар, видеоны лайк басып комментарий жазуды ұмытпаймыз. Келесі кездескенше біздің каналға тіркеліп колокольчик басуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға сау болыңыздар дейміз.